Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Барлық мақтау мен мадақтар жаратушы иеміз Аллаға лайық, және барлық салауаттар мен сәлемдер ардақты пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссаламға болғай. Бүгінгі сіздермен қозғайтын тақырыбымыз адал кәсіп жайында болмақ. Алла Тағала Анкабут сүресінің 62-ші аятында бізге былай деп баян етеді. Алла Тағала сендерден кімді қаласа несібесін арттады және кемітеді. Расында күдіксіз Алла Тағала барлық нәрсені толық біледі деп келеді. Ал ардақты пайғамбарымыз Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын хадисте бізге былай деп баян етеді. Ешкім ешқашан өз табысынан асқан қайырлы ризық жеген емес деп айтқан болатын. Осы орайда әрбір момын мұсылман адам баласы өзінің күнделікті тұрмыс тіршілігінде барынша адал кәсіппен ризық тапқаны орынды және абзал болмақ. Осы тарих беттерінен қарайтын болсақ, Алла тарапынан жіберілген барлық пайғамбарлар белгілі бір мамандықты игеріп, өздері кәсіппен айналысып және адалынан ризық тапқан болатын. Мәселен, Адам алейхиссалам ол егінші болған. Ал енді диқаншы, егінші. Нұх пайғамбарымыз ағаш шебері, Ыдырыс пайғамбар тігінші, Дәуд пайғамбар темірші болған. Ал Салих пайғамбар мен Худ пайғамбарлар олар саудагер болатын. Ибрахим пайғамбарымыз ол маташы болды. Ал Иса пайғамбар болса ол дәрігер болған еді. Ардақты пайғамбарымыз Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын балалық шағында шопан еді. Яғни қой бағып соған шопандықты атқарған болатын. Ал есейген кезінде, үлкейген кезінде ол саудамен айналысқан еді. Сондықтан бізде ислам дінінде саудамен айналысу сүннет деп айтады. Міне, қадірлі жамағат, осы орайда Дәуд пайғамбардың басынан өткен мына бір оқиғаға көңіл бөлейік. Риуаяттарда келтіріледі. Бірде Дәуд пайғамбар ол өзінің қауымының басшысы еді, әрі пайғамбар болатын. Оның бір әдеті болатын, бір қарапайым бір киім киініп, халықтың арасына шығып сұрайды екен. Дәуд пайғамбар туралы, Дәуд басшы туралы ойларым қандай деп қарапайым бір халықтан сұрайтын еді. Сөйтіп, әр халық өзінің бір пікірлерін, ойларын айтатын еді. Оның сұрауының себебі, егер бір кемшілік болатын болса, дереу сол кемшілікті түзетумен айналысып, өзін жақсылы жаққа өзгертуге әрекет ететін еді Дәуд пайғамбар. Сөйтіп, Жәбірейіл періште адам кейпінде Дәуд пайғамбарға кезігіп, былай деп айтады. О, Дәуд пайғамбардың, Дәуд басшының оның бір кемшілігі бар. Ол өз ризығымен, өзінің бір кәсібімен ризық тауып жүрген жоқ. Яғни ол қазынадан ақша алып, содан ризық алып жатыр дейді екен. Сол кезде ол бірден үйіне дереу асығып барып, жылап, Аллаға жалбарынып, дұға тілеп, Алладан сұрайды екен. Уа Алла Тағала, маған бір кәсіп үйретші, сол кәсіппен айналысып, өз қолымен жұмыс жасап, адалынан ризық несібемді табатындай. Сөйтіп Алла Тағала оған темір иелеуді, яғни темірді игеруді, сондай бір темірші ұста болатын мүмкіндік беретін Алла Тағала оған сондай бір білім береді. Сөйтіп, жаңағы Дәуд пайғамбар темірші ұста болып, сондай бір кәсіпті игеріп, иемденіп, сол арқылы кәсібінен ризық тапқан болатын. Міне, қадірлі жамағат, бізде момын мұсылмандар барынша бір кәсіпті игеріп, жан-жақты дамып, жан-жақты мықты болып, өз қолымыздан бір ризық тауып, содан тамақтанып, содан қоректеніп, барынша Алланың алдында адал болуымызға әрекет етуімізге тырысуымыз қажет екендігін біз ескеруіміз қажет. Және де өте маңызды бір мәселе, жаңа айтқанымыздай, кәсібіміз адалынан болу керек. Және оңай келген, және де тез келетін байлық пен олжа ол адамға жақсылық әкелмейді. Маңдай терімен тапқан ақша, маңдай терімен тапқан ризық, міне сол тәтті ризық, және ол адалынан болады, Алла да разы болады. Баршамызды Алла Тағала осынай адалынан ризықты табатын момын мұсылмандар қатарынан болуымызға жәрдем берсін. Ва ахиру дауана анил хамдулиллахи роббил аламин.